Сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Бүгін біз Шымкент қаласындағы Түркістан сарайына Бағжан Октябрь мырзаның концертін тамашалауға келдік. Видеоны соңына дейін толық тамашалап, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Бүгінгі видеода классикалық музыканы трендке шығарған танымал виолончелист, қыздардың крашына айналған, әр концертінде бір ай бұрын билеттің барлығы өтіп кетіп, sold out болатын Бағжан Октябрь туралы әңгімелеймін. Концертте қандай қызықтар болғаны, қалай өткен туралы соңына дейін көріңіздер. Ыңғайсыз жағдайларға жол бермеу үшін орныңыздан тұрмауларыңызды, өзгелерге кедергі келтірмеулеріңізді өтінеміз. Залда қатаң тыныштық сақтап, ұялы телефондарыңызды дыбыссыз режимге қойып, бейне таспаға жарықсыз түсіруіңізді сұраймыз. Түркістан облысы Қазғұрт ауданының тумасы. Неге Октябрь? Себебі СССР кезінде танымал волейбол командасындағы жалғыз қазақ ойыншысының есімінің құрметіне әкесінің шын есімі Октябрь. Әкесі атақты музыкант және композитор Өктем Алтаев ұлы Бағжанды 6 жасында Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған мектеп-интернатына виолончелиде ойнап үйренуге алып келген. Әр түрлі конкурстар мен концерттердің арқасында әлемнің 26 елін аралаған. 25 жасында виолончели класы бойынша диссертация қорғаған. Қайырлы кеш, Шымкент. Мен сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Ең алдымен сіздерге өз алғысымды айтқым келіп тұр. Бұл біздің Шымкенттегі мини-свет бойынша 8-ші концерт және 8-ші аншлаг соld-out. Осынша аман жылы лебіздеріңізге көп рахмет. Сіздер білесіздер ме Шымкентке келгенімді? Оңтүстік. Бірақ шапалақ қолыңыз қандай еді? Вау, өсті. Рахмет. Енді ойлап қалған ғой енді. Әр жерде ары қарай шапалақ ұратын. Бірақ менің ойымша маған Шымкентте мощный шапалақ ұру керек. Рахмет. Менің әрдайым өз айтатын сөздерім бар. Біздің концертте сіздер осы залдың ішіне кірген арттағы 3-4 есік бар ма? Шеттегі, арттағы сол есіктің сыртында сіздер барлықтарыңыз үйіңіздегі, ішіңіздегі, жұмысыңыздағы барлық жаман проблемалардың бәрін сол есік сыртында құлыптап қалдырып кету керек. Бұл залға ешқандай жаман ой алып кірмейміз. Тек қана музыка тыңдап, біздің сіздерге ойнаған музыканың барынша барлық рахатын шығару керек. Және ең маңыздысы, іште ешқандай эмоция сақтауға болмайды. Жылайсың жерінде жылап, күлесің жерінде күліп, бәріміз еркін, әдемі болып отырайық. Ал олай болса біз бастаймыз. Кеттік. Инстаграм желісіне алғашқы видеосын 2020 жылы сәуір айында салып, әлеуметтік желіге арнап видео түсіру сол пандемия кезінен қолға алынған бастама. Желіге видео салып бастағаннан аз уақыт ішінде танымалдылығы артып, бір жылдың ішінде 120 мың оқырман жиналған. Пандемия кезінде тек 80 орынға ғана рұқсат беріліп, ең алғашқы концертінде өзі ұйымдастырушы, өзі орындаушы болып, және билеттерді де өзі сатқан. Ең қызығы,
1 сағатта 80 билеттің барлығы өтіп кеткен. Бағжан туралы қызықты факт, ол виолончели тартқан кезде арасында аяғын көтереді. Бірақ аяғын не үшін көтеретінін өзі де білмейді. Бұл сұраққа ол өзінің Instagram парақшасында қыздар кірпіктерін бояған кезде аузарын не үшін ашатынын білмеген сияқты, мен де виолончели тартқанда аяғым не үшін көтерілетінін білмеймін деп жауап берген. Көп рахмет. Ал біздегі келесі рахмет. Біздегі келесі шығарманы орындара алдым. Бұл біздің концерттердің ең үлкен фишкаларының бірі. Әрдайым біздің концертте болады. Ол фишкасы, біз музыка ойнаған кезде сіздер бізге қосылып өлең айту керексіздер. Бұл өлеңнің сөзін де, әнін де барлығы біледі. Менде дауыс жоқ. Мен школда хорға бармағам деп үйтіп ешқалай ойламаңыздар. Мен дауысым мынандай аюдың дауысы сияқты, құстың дауысы сияқты деп ешкім мені алмай, кім қалай біледі, солай еркін айта беріңіздер. Ана туралы жыр. жылда берген сұхбатында 2 жылдың ішінде 150 концерт өткізген. Алматы қаласының өзінде 2020-2021 жылдары халықтың сұрауы бойынша 30-40 концерт өткізген. Алғашында жалғыз өзі Қазақстанды аралап жүрген болса, 2023 жылдың қазан-октябрь айынан бастап үлкен топтық турын Шымкент қаласынан бастап Европаны аралап келген. Алғашқы кезде концерттің атауы болмаған, тек Бағжанның концерті делінген. Кейіннен халықтың өзі баға беріп, не деген керемет концерт, демалып, кәдімгідей терапия души деген аттың өзін халықтың айтуы бойынша қойылған. Халықтың қолдауы бойынша концертте бірге ән айтылады, билейді бірге, және де концерт өте ерекше тәртіппен өтеді. 12 жасқа дейінгі кішкентай балаларға концертке мүлде кіруге рұқсат жоқ. Және де соңында ешкім суретке түспей, сахна жабылады да, барлығы жай ғана қайтады. Инструменттердің жаны бар деп, виолончелилеріне есімдерін берген. Біріншісі бәйбіше, қазақи, байсалды әуендерді орындаса, концерттің ортасында Кендал мен көтеріңкі көңіл күй сыйлап биледі. Тағы айта кететін бір факт, сапарда виолончелилері бизнес-класста жеке орынмен ұшады. 2023 жылы қазан айындағы билеттері алғашқы күндер-ақ өтіп кетіп, билетке қол жеткізе алмадым. Интернет желісінен Қазақстандағы және Түркия еліндегі гастролін қалдырмай бақылап отырдым. Шымкенттегі 2024 жылдың 24 сәуір айындағы болатын концертіне билет сатылымы 16 наурызда шықты. 16 наурыз сағат кешкі 8-де жарты зал билет сатылып кеткен. Тек артқы орындар қалған. Ал концертке 20 күн қалғанда билеттің барлығы өтіп кетіп, sold out болған. Билет мүлдем қалмаған. Билет бағасы 6.000-нан 16.000 арасында. 1000 рет естігенше бір рет барып көру керек. Өте керемет демалыс сыйлайтын нағыз терапия души.
көп рахмет. Енді залдың жарығын сәл берсек, себебі қазір көңіл көтеріп біраз билейміз. Кеттік. Ал енді біз қазір қайтадан өзіміздің терапия душыға ораламыз. Менің сүйікті әнім, музыкасы «Отан, ана». Жағындарымыз әрдайым біздің жанымызда болсын деген ниетпен сағындым сені әнін орындаймыз. Кім сөзін егер сөзін білсеңіздер, бірге қосылып айтсаңыздар болады. Соло фортепиано, бейбарыс.
Бірінші үйреніп қалған ғой күндегі тек орны тұрмын. Мен мына жақта басым жерге дейін деп отыр. Ем. Соло гитара, маэстро Искандар. Сіздер ойлап қалмаңыздар. Мына өлеңнің сөзін білейін, үйреніп алу керек екен деп. Мен де білмеймін, мен тек қана деген жерім бірақ сонда да өте әдемі болды. Рахмет. Ал келесі шығарма ең үздік музыка, ең үздік түрік сериалы Қара Свет. Мен сіздерді алдадым, концерттің соңғы сәтті болып қалды. Біз қазір келесі шығарманы орындаған кезде сіздер барлықтарыңыз көздеріңізді жұмып алу керексіздер. Бізде келесі шығарма Ағаз алдын жарығын сәл-сәл қозғасыз ба өтініш? Жарық. Халыққа. Рахмет. Бізде келесі шығарма көптен күткен вальс. Толы отырыңыздар ғой. Маған енді көрген жоқ. Рахмет. Мен тұрмын сіздерге көрінсіңдер. Екі дәу неме қойдық, өтіп қойдық, оны тек Алматыда қойып жүрдік. Надеюсь, бәріне көрінді. Аты тұрмын былай істеп отыр. Бұл вальсті білесіздер, біз ойнаған кезде сіздер осы сахнаға, алдыда сахна бар. Артта кішкентай орын бар, сол жерге жұп болып шығып билеу керексіздер. Бізде Шымкент жылда неме жасайды, рекорд жасайды. Алдында 80 жұп болған, 80 жұп деген 160 адам. Сол себепті кім бірінші шығады өз еркімен. Қазір мына сахна толып кетеді, ойламаңыздар, ол бермей жалғастырады екен деп. Бұл вальсті миллиондап күткен адамдар бар. Келе беріңіздер. Егер жігіті жоқ қыздар болса, қыздар мен қыздар ана жерде бар. Қыз әдемі киім-киіп қараңыздар. Аппақ, аққу. Сумкаларыңызды, курткаларыңызды қалдырып кете беріңіздер. Ешкім ұрлап кетпейді, мен ішінен бәрін қарап отырамын, бақылап. Былай шыға беріңіздер еркін. Егер шыққысы келіп, сәл ұялатындар болса, артта орын бар. Сол шетке шығып билесеңіздер болады. Бұл концерттің соңы емес, кетіп қалмаймыз. Әдемі болып келіпсіздер. Көп рахмет. Осы концертке дайындалып беріңіздер. Шыққысы келіп, бірақ шыға алмай қалды, ортасында да шыға берсеңіздер болады. Егер шабыт соңынан келіп жатса. Не болмаса,
жаныңыздағы адамды құшақтап бүйтіп екеуіңіз бірге тербеліп әдемі болып отырыңыздар. Мен қолымды көтерген кезде барлықтарыңыз бірге қол көтеріп раз два три деп шақырамыз. Кеттік. Әрқайсысы ең үздік музыканттардың бірі деп айтсам болады. Бәріміз бірге отырамыз, бір үйде тұрдық. Скрипкада Абзал. Браво! Браво, браво! Және мен, Бақжан, Шымкент, көп рахмет, мен сіздерді жақсы көремін. Байқасаңыздар, концерт бойында ешқандай нотаға қарамай, тек қана жүрекпен тартқан, бағы жанған Бақжан жігітке рахмет. Осы керемет концерт үшін Түлкібастан 1 сағат жол, баруға 1 сағат жол қайтуға жұмсап, өте керемет көңіл күймен концертке 10-да 10 деген баға беріп, әдемі қайттық. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.